достар, ата-аналар, сіздерді бүгінгі 1 маусым балаларды қорғау күнімен құттықтаймын. Еліміздегі жас өскелең ұрпақ аман болсын. Жұртымыз, еліміз тыныш, деніміз сау, басымыз аман, жұмысымыз жемісті болсын. Әр уақытта аспандарың ашық, дендерің сау болып, отанымыздың мақтанышы болулары тілектеспіз. Жас ұрпақ, жас буын, жас өспірімділеріміз аман болсын. Елдің ертеңін болар сол жастарымыз бен балаларымыз. Сондықтан да тағы да мереке құтты болсын. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. 1925 жылы Швейцарияда Женева қаласында өткен балалардың денсаулығы мен бейбіт өмір сүру туралы әлемдік конференцияда атаулы күннің негізі қаланды десе де болады. Неге басқа емес, дәл 1 маусым күнінің таңдалған жайында нақты мәлімет жоқ. Деректердің бірі 1925 жылы 1 маусым күні Қытайдың ақш-тағы бас консул Сан-Франциско қаласында Айдаһар қайық фестивалін тойлау үшін жетім балалардың жинағы әкелген деседі. Женевада өткен конференцияда 1 маусымда өткен. Екінші дүниежүзілік соғыстың салдарынан жетім қалған балалардың жайын 1949 жылы Парижде өткен әйелдер конгресі көтерді. Осыған орай келесі жылы 1950 жылы 1 маусымда алғаш рет мереке ұйымдастырады. Жаңа бастаманы көптеген елдер қолдап, осы күнге дейін балалар мерекесін айналдырды. Енді бірі ресми директорлер балалар күні алғаш рет 1955 жылдың қазан айында Женевада балалар әл-ауқат халықаралық бірлігі ұйымының ықпалымен дүние жүзі бойынша аталып өтті делінеді. 1954 жылы 20 қарашада Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Рубаб Мансурдың тарапынан балалар күні атап өту бастамасы айтылды. Бұл бастамада бас ассамблея қолдауымен Біріккен ұлттар ұйымы мүшесі елдеріне таралып ұсынды. Әлемнің көп елдері 1 маусымда халықаралық балалар күні деп атап өтетініне қарамастан, кейбір елдерде басқа күндері де мерекеленеді екен. Халықаралық балалар күні Малайзияда қазан айының соңғы сенбісі күні, оңтүстік Корея мен Жапонияда 5 мамыр күні, Сингапурда 1 қазан күні, Түркияда 23 сәуір күні, ал Африкада болса 16 маусымға белгіленген.